Ерлі-зайыптылар ажырасқан кезде кәмелет жасқа толмаған балалар анасымен қалсын деп алимент төлеуді әкесіне міндеттеп сот шешімін шығарып, кейін көп ұзамай балалар әкесімен келіп өмір сүріп жатса, сол әйелге алиментті тоқтатпай әлде төлеп жүрген болса, ол әйелдің әрекеті заңсыз біреудің қаражатын алған болып есептеледі екен. Себебі алимент әйелге емес, балаларға төленеді. Балалар кіммен бірге өмір сүріп жатса, екінші тарап сол алиментті төлеуге міндетті. Дәл осы мәселеменен мен қазір бұрынғы әйеліме әлі алиментті тоқтатпай төлеп жатырмын, ал ол әйел басқа біреуге тұрмысқа шығып кеткен, балалар өзіммен бірге. Ай сайын алиментті төлемесем, сот орындаушы менің барлық шоттарымды бұғаттап тастайды деп жатқан азаматтар, бірінші кезекте заңгердің көмегіне жүгініңіз. Балалар өздеріңізбен екенін дәлелдейтін барлық дәлелдеріңізді көтеріп, тұрғылықты жеріңіз бойынша бұрынғы сот шешімін бұзу туралы сотқа арыз түсіріңіздер. Сот істі қарап, әйелді негізсіз ақша алған деп таныса, онда әйел алған ақшаларын қайтаруға міндетті. Жалпы қазір көп әйелдің ойлағаны алимент болып тұр. Егер ол әйел алиментті емес, балаларын ойлап әрекет еткен ана болатын болса, бірінші кезекте балаларын тірі жетім қалдырмас еді. Екіншіден, балаларын әкесіне қалдырып, өзі басқа біреуге тұрмысқа шығып кетпес еді. Үшіншіден, әкесінің алдында жүрген балаларының несібесін арадағы сот орындаушыға жегізбес еді. Сондықтан азаматтар тек ажырасқан кезде ғана емес, жар таңдау кезінде жаңылыспай, жалпы өмірде өз құқықтарыңызды біліп жүріңіздер.